Клубника в шоколадеге мынадай ұсақтарын алмаймыз, ішіндегі ең ірілерін таңдап аламыз. Бұл альбион деген сорт, жаңағыдай транспортабельный, солай езілмейтін жақсы сорт, әрі дәмді, әрі ірі сорт, үлкен. Өзім еккен, соларды таңдап ішінен ірілерін алып, мына салфеткеге кептіріп жатырмыз. Мінекей қажет заттар, мынадай шоколадтар, ақ, қоңыр, розовый, сосын себетіндер үстіне, мынадай кокосовый тоже бетіне себуге, и мындай спашкілер керек екен. Клубника в шоколаден жасағанда. Біздер көрші екеуміз бірінші рет жасап жатырық. Шоколадты ертіп алып, осылай қойып жатырық. Қазір морозилкаға қатырып алып, қайтадан жасаймыз. Мінекей розовый шоколадқа көршім екеуміз көріп жатырық. Бірінші жасағасын дұрыс болмай, басында кішкене сұйықтау болды ма, енді міне қалыпқа келіп келетқан сияқты. Мынау қоңыр шоколадымыз. Қазір Альпен Гольд әкеледі, онымен де жасап көреміз. Сосын холодильникке қатыруға қойып қойдық. Әлі қанша клубникамыз бізді күтіп тұр. Мінекей мынадай болып кептіріп қойдық, покасын холодильникте біраз тұр. Мінекей андай қылып қойып жатырмыз. Мінекей қоюлығы осындай болу керек, артығы ағып кетіп қалады. Мына шоколадқа кішкене сүт қостық біз. Қазір Альпен Гольдтікін көреміз, оған қоспаса да бола ма, или қосу керек па, сол кезде айтамыз. Балалармен бірге олар кірді даладан. Клубника шоколадымызды әрлеп жатырық. Бұл букет болайын деп жатыр бізде. Шпажкамен бұйырса. Ең басты кейіпкерді көрсетіп қояйын. Жасап жатқан. Мен моральный поддержка берушімін қасында. Балдарым құлақ қалқиып, шаштар үрпиіп, тек жек қояйын деп күтіп тұр. Қазір кішкене шыдаңдар деп жатырмын. Жасап болайық деп. Мінекей бетіне узор салып жатыр Сая. Бізде енді бірінші рет болғасын. Кішкене анау-мынау нелеріміз болып жатыр енді. Келесте әдемірек қылып жасарымыз бұйырса. Мынандай болып. Зато тәтті. Өзім еккен клубникама. Мінекей ақ шоколадқа клубниканы қара узор салып жатырық. Уже қолымыз үйреніп келе жатыр. Жаңа біріншісінде тамызып, ағызып сөйтіп жатыр едік. Енді міне әдемі істеп жатырық. Енді зубочисткамен қазір сызып өрнек салайын деп жатық. Мінекей дамып кеткеніміз сонша. Өрнек салып кеттік уже. Сіздерге де істеуге болады екен не. Тек клубника ексеңіздер болды. Мінекей керім не шықты. Қазір 1 минут. Керім клубника шықты. Шоколаде. Мінекей ақ шоколадқа малып алғаннан кейін қағып шоколадын түсіреміз. Соң бетіне узор саламыз. Бізде әшейін пакетке шоколад құйып алғанбыз. Ең біріншіде несі жуан болып кетеді біздің өрнек салатымыз. Енді жіңішке болып, әдемі болып шығып жатыр. Енді тағы 1-2 рет көршім екеуім жасасақ, екеуміз клубника шоколадик заказ алатын сияқтымыз ғой мына түрімізбен. Бұйырса. Мен Сая көршім деген кондитер ғой, вупипай бәрін пісіріп жүрген, бірақ мынаны бірінші істеп жатыр екен. Мына зебра торт сияқты сызып шығамыз. Әнеки.
зебра тортын сызған құсап. Бұлай көзге оп-оңай сияқты болып көрінгенмен оңай емес, ағызып, тамызып, бірінші қиналдық жасағанда. Мінекей қазір әдемі қылып жасап шығардық. Мінекей ақ шоколадқа қара мен узор салғанда ол мүлде әдемі болады екен. Жалтырап тұрады екен. Қазір қатырамыз холодильникке, ағатына ағып кетеді. Міне тағы да жасап жатыр. Мынау клубниканың өзінен де осай букеттің ішіне саламыз. Сөйтіп 2 букет жасайын деп тұрмын, 2 туған күнге бұйырса. Мінекей клубниканың өзінде спашкілерге дайындап қойдық. Қазір букеттің ішіне салуға. Олардың өзі де қызыл гүл құсап сондай әдемі ғой, керемет. Енді мінекей мына жақта узор салып дайындап жатыр. Мен жүрек салып жатыр ма даже. Менің көзім үйреніп кеткен. 1-2 рет бөлдіресіздер, содан кейін әдемі болып шыға береді екен. Негізі анау-мынау пісіре алатын болсаңыздар, қиындығы жоқ екен. Менің агро теккенім сияқты бұл да. Міне ағымыз жүрекшесімен шықты. Жүрек болды. Ақ шоколадымыз жүрек болды. Менің бұл видеом клубника шоколадені өзі үйден ең бірінші жасап көрем деген адамдарға арналған видео болды. Нағыз кәсіби мамандар, енді олар бізден үйренбейді ғой. Бірақ сіздер өстіп, өз балаларыңызға еңізде өздеріңіз еккен ірі клубникаларыңыз болса, біз құсап жасап берулеріңізге болады. Осылай. Үй жағдайында. Мына клубникамыз вообще ерекше болып шықты. Мына клубникамыз мүлде ерекше болып шықты, нағараңыздар. Узоры неғұрлым жіңішке болған сайын, ол өте әдемі болады екен. Сосын ше шоколадтың бірінші клубниканы батырған шоколадтың текстурасына да байланысты екен. Неғұрлым қымбатырақ шоколад алсаңыздар жақсырақ болып шығады екен. Манағы біздің бірінші розовый шоколадымыз нашарлау болды, бүдірлеу болып кетті. Ана ақ шоколад өте әдемі болып шығып жатыр. Енді қазір Альпен Гольдті ертіп, соған да көреміз бұйырса. Мінекей, мына ақ шоколад жақсы жабысады екен сыртына. Ал жек көр. Клубника шоколадын жеп қарап жатыр менің қызым, ал. Қалай? Дәмді ма? Жоқ қалды. Айтшы комментарий бізге. Мына күннің жылысынан еріп жатыр ғой.